Сәлем достар, бүгін лагманның қамырының созылу тәсілімен және рецептісімен бөлісетін боламын. Бізге керегі 1 кг ұн, 450 мл суық су, 20 грамм тұз, 20 грамм күнбағыс майы керек болады. Суық суымызға тұзымызды салып араластырып аламыз. Әбден араластырып алғаннан кейін күнбағыс майымызды да құйып араластырамыз. Ұнымыздың арасын бір кішкене ашып алып, бір жұмыртқамызды салып, шетінен суымызды құйып, қамырымызды қатты билейміз. Лагманымыздың қамыры қатты илену керек, әлі 1 сағаттан астам иінін қандыруымыз керек. Арасында 2-3 рет басып, иінін әбден қандырамыз. Мен 3-ші рет басып иінін қандырып атырмын. Қамыры әбден жұмсақ болған кезде ғана лагманымыздың қамырын созамыз. Міне осындай қамырымыз жұмсақ болған кезде қамырымызды созуға кірісеміз. Күнбағыс майымен жақсылап қамырымызды жағып алып, қолымызбенен жайдақтап алған соң, 2 саусақтың көлеміндей қылып, ұзыншақ қылып кесіп аламыз. Қамырымызды қолымыздың көмегімен бір мәрте созып аламыз. Енді жайдақ табағымызға майымызды жақсылап жағып алып, қамырымызды алақанымыздың көмегімен 2-ші мәрте созатын боламыз. Жақсылап май жағып алған табамызға қамырымызды дөңгелектеп орап аламыз. Әр ораған қамырымыздың бетіне күнбағыс майын жағып отыруды ұмытпаңыздар. Міне осылай қамырларымызды дөңгелектеп бәрін орап алған соң, пищевой пленкамен бетін жақсылап ауа кірмейтіндей қылып жауып, 10-15 минутқа тағы бір иінін қандыратын боламыз. 10-15 минуттай уақытымыз өткеннен кейін бетін ашып, ең бірінші бастап ораған жағымызға қарай аударып, беткі бірінші ораған қабатымызды бір бөлек жеке алып аламыз да, қалғанның беті кеуіп кетпес үшін тағы да салафанмен жауып, бір шетке қоя тұрамыз. Қамырымызды саусақтың ұшымен әр алақанымыздың көмегімен 3-ші мәрте созатын боламыз. Қамырымыздың қалыңдау жерін алақанымызбен жақсылап басып жіберіп, бірдей қылып созамыз. Осылай барлығын созып алып, бір шетке май жағып қоя береміз.
Міне осылай барлық қамырларымызды столымыздың үстіне созып қойып аламыз да, ары қарай екі қолымыздың екі жағына іліп алып созатын боламыз. Осылай қамырларымызды екі қолымызға іліп алғаннан кейін столымыздың үстіне 2-3 мәрте соғып созатын боламыз. Сол кезде біркелкі болып созылады. Міне осылай қамырларымызды барлығын созып жайып алғаннан кейін қайнап тұрған тұзды суымызға салып пісіретін боламыз. Пісіргенде де бұрқыратып пісірмейміз, бір бұрқ етіп пісса болғаны, сол кезде уже қамырларымызды ала бастаймыз. Қолымызда үлкен сүзгіш болғаны жақсы, сол кезде судан барлық қамырларымызды бірден шығарып алатын боламыз. Әбден суын сорғытып, табағымызға салып алған соң, үстіне сұйық май жағып отырамыз. Әрбір пісіріп алған қамырымыздың бетіне сұйық май жағып отырамыз, жабысып қалмасы үшін. Міне осы порция илеген лагман қамырымыздан толы табақ лагман лапшасы шығатын болады. Достар, міне тура осылай ғып илеп пісіріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Айгүл Қалиқызы. Келесі кездескенше.